Сәлем баршаға, сіздермен бірге Әйгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 5-ақ минутта дайын болатын осындай десерт дайындаймыз. Ол үшін бізге керекті осындай кез келген печеньені аласыздар. 300 грамм немесе 400 граммдай печенье болу керек. Осылай бір ыдысқа салып сіздерге көрсетіп жатырмын. Менде осындай ыдыс шықты. Бір салафанға 2 бөліп езіп алсаңыздар болады, немесе блендермен езсеңіздер болады. Енді менде блендерім істемей қалды, сондықтан осындай оқтаумен осылай майдаладым. Қатты езіп майдалап жібермеңіздер, средний орташа қылып майдалап, жақсылап осылай езіп аласыздар. Қараңыздар, мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Осындай көлемде болу керек, ішінде кішкене печеньелар көрініп тұру керек. Екіге бөліп езіп алдым мен осы оқтаудың көмегімен. 2 үлкен ас қасық осы какаоны қосам. Мендегі какао рахатский. Осындай какао, кез келген какаоны пайдалана берсеңіздер болады. Және де 200 мг-дай осындай сгущенканы пайдаландым. Сосын 200 мг-дай немесе 150 мг-дай осындай бөлме температурасында еріп тұрған майымызды қосып, бірінші салафанмен езгілеп алдым. Содан кейін қолмен осылай езсеңіздер болады. Себебі салафанмен кішкене ыңғайсыз екен, сондықтан мен қолмен ездім. Перчатки болса перчаткимен езсеңіздер болады. Осындай пищевой пленкаға салып, пленкаға саласыздар да, қараңыздар, осындай ұзынша етіп рулет секілді қыласыздар. Формасын келтіріп, үстін бәрін жан-жағын басып, тығыздап орналастырасыздар. Қараңыздар, екі шетін осылай бір-біріне жабыстырып орайтын боласыздар. Себебі шетінен шығып кетпеу керек. Екі шетін осылай айналдыра отырып бекітетін боласыздар. Қараңыздар, осы видеодағыдай тура. Мен екінші ретте үстінен тағы да осы пищевой пленканы жаптым, себебі шетінен шығып кетпеу үшін. Сосын осылай қолымның көмегімен тығыздап, ұзынша етіп рулет жасап, морозильникке 3-4 сағатқа қойып алсаңыздар, қатып керемет болып шығады. Осылай барлық салафанын алып тастаймыз. Керегінше өздеріңіздің қалауларыңызша осылай турай беретін боласыздар. Қараңыздар, кез келген дастарханға, печеньенің жанына жеп қонақтарыңыз келіп қалған жағдайда тез-ақ дайындалатын десерт. Сондықтан дәл менің рецептіммен дайындап көріңіздер деп айтқым келеді. Менің видеомды соңына шейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, подписацияны басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге осындай қолжетімді, тез дайындалатын тағамдар мен тәттілердің түрімен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан менің каналымның алға жылжуына, қазақша контент жылжуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.